Бас Қазақстан облысында жан түршігерлік жол апаты көк тайғақтың кесірінен болған. Көлік көпірден су арнасына түсіп кетіп, 2 адам көз жұмған еді. Тағы бір жолаушы қазір ауруханада жатыр. Оның айтуынша, жүргізуші мұз қатқан жолда тізгінге ие бола алмаған. Жол деген тайғақ. Мосттан сайға қарай уклон бару. Машине студент деген дұрыс салынбаған. Ананың деген темір решетка біраз защита болу керек, онда ештеңе қойылмаған. Мы прям 2 раза так крутились, сразу суға түсіп кетті қара жерден. Ағамның баласы болды, племянник. Сол деген окна видно разбил, шиппен тартып мен жоғарыға шығарды. Я барам сол жерден шыққаннан бері құстым. Қайғылы оқиға 2 қаңтарда Тоған кентінің шыға берісінде болған. Жаназаға қатысып шыққан 4 адам Лада Веста маркалы көлігіне отырып жолға шығады. Көпірге жақындағанда темір тұлпар тайғақ жолда шыр айналып, Бударин арнасына бірақ түсіп кетеді. Судан шыға алмаған 62 жастағы әйел оқиға орнында жан тапсырған, ал 2 жолаушыны сол маңдағы ауыл тұрғындары құтқарып ауруханаға жеткізген. Алайда ауыр жарақат алған тағы бір келіншектің демі жан сақтау бөлімінде үзіліпті. Жол апатынан зардап шеккен азаматшаға қазір тиісті медициналық көмек көрсетілуде, ал жүргізушінің жағдайына қатысты әзірге ақпарат жоқ. Тек қана 5-6 қабырғаның сынуынан басқа переломдар, сынықтар болған жоқ. Су жұтудың нәтижесінде аспирационный пневмонияның белгілерімен науқас 1,5 тәулік реанимация бөлімінде ем қабылданды, көмек көрсетілді. Соның нәтижесінде қазіргі таңда науқастың жағдайы жақсарылып, қазіргі таңда бөлімшеде ем қабылдап жатыр.